намазды күнәһарлар ғана оқиды ма? Ол не білдіріп қойып намаз оқитындай дейді ғой. Ол ештеңе білдірген жоқ шығар, бірақ алладан қазірден бастап жәрдем сұрай берсін да ол. Адам өзінің келген қиындықтар өзінің қолынан жасап алған дедіңіз ба? Қалай дедіңіз? Аят. Бүкіл даналықтың, күллі білімнің иесі кемел Алла тағала қателесе алмайды. Шынымен де ойлаймын, мысалы көп кредитке батып кеткен адамдар, қиналып жүргенде ойлайсыз ғой. Сабырлық қылмады ғой кісілер көп. Айтады бағанағыдай болмайды ғой кредит алуға мысалы. Неге ол жерде құдайдың жәрдемі болған жоқ? Өйткені біз оны сұраған жоқпыз ықыласпен. Боқтай салу негізі рахат қой, мысалы бүйтіп ойында жалп етіп айта беріңіз. Сен ойыңды түсіндім, сен андай. Бірақ жалпы негізі бүкіл адам күнәһар ғой. Негізі бәрі адам күнәһар, бәрімізге намаз керек, тәубе керек та. Маған керек жауапты күшті бердіңіз, содан кейін мен ойладым, сізде бір халыққа бір керемет пайдаңыз тиеді деп ойлаймын. Достар, ассалаумағалейкум, біздің Мұсылман үні каналына қош келдіңіздер. Мұсылман үні каналында бізде 2 айға жуық жаңа видеолар шыққан жоқ. Енді Рамазан айында кішкене тоқтап қалдық. Бірақ оған қарамастан қазір біз жаңа видео, жаңа форматта шығарайын деп отырық. Алдындағы видеоларымыздың барлығы біздің көбінесе ақида, фиқ, не нәрсе болады, не нәрсе болмайды, сол туралы болған болса, осы видеомыз бізде Мейіржан ұстазбен жүрек ілімі туралы кішкене руханият жайлы болмақшы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өмірде қалай дұрыс шешім қабылдаймыз, және де намазда ықыласты қалай арттырамыз болады. Мейіржан ұстаз бүгін бізде қонақта. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Бұл кісі Нұр Мүбарак университетінің магистранты және Нұр Мүбарак мешітінің азаншысы. Өзіңіз туралы айта өтсеңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті халайық, ағайын туыс жамағат, Айдархан, көрермендер. Біз енді Жезқазған қаласының тумасымыз. Нұр Мүбарак университетін аяқтағаннан кейін сол жақта 4 жыл қызмет қылдық. Қазір Нұр Мүбарак мешітінде қызметтеміз, университетте студентпіз, дәріс алып жатырмыз, мешітте сабақ беріп жатырмыз дегенде сол діни қызметтеміз. Керемет. Біз Мейіржан ұстазбен сол мешітте танысқан болатынбыз. Неге сізді деген сұрақ келеді ғой. Сізбен танысқан кезде көп сұрақ қоямыз, араласамыз. Сұрақтар қойған кезде өте нақты, маған керек жауапты күшті бердіңіз. Содан кейін мен ойладым, сізде бір халыққа бір керемет пайдаңыз тиеді деп ойлаймын негізінде. Енді сұрақтан басайық, бұйырса. Жалпы намаз туралы, намаздың біздің шешім қабылдауымызға қалай әсер ететіні туралы бойынып тұр видео. Бірінші сұрақ: намазды күнәһарлар ғана оқиды ма? Бізде осындай бір түсінік бар ғой, кішкентай жас бала намаз оқып жатса, сен не үшін намаз оқасың, әлі дым да істеп бітірген жоқсың ғой сен әлі. То есть негізгі түпкі санасында үлкен кісілер біраз күнә жасап қалғаннан кейін уже тәубе етіп намаз оқиды деген бір түсінік бар. Намазды не үшін оқу керек, сол маңыздылығы жайлы кішкене айтсаңыз, оның шешімге неге әсер етеді? Түсіндім, Алла разы болсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қоғамда таралған стереотип қой. Стереотип, яғни дұрыс емес қалыптасқан пікір. Адамдар тәубе үшін күнәсі көбейіп кеткеннен кейін барып намазға жығылу керек, намазға жығылады. Жастарға не керек намаздың деген сияқты сөздер естиміз ғой, жап-жас болып, ол не білдіріп қойды, сонша намаз оқитындай деген сияқты. Яғни ол дұрыс емес пікір, қоғамда қалыптасып қалған. Оған әрине бірнеше себептер бар. Мысалға, шынымен де көптеген қиын жағдайдан кейін, сынақтардан кейін, бір қиындықтан кейін адамдар намазға келіп жатады. Соны байланыстырады, халық байланыстырады ғой енді. Пәлекет болып қалды, ауырып қалды, жаңағы аварияға ұшырап қалды. Немесе жаңағындай шынымен бір бұрында бұзықтық өмір жасаған, дұрыс емес өмір сүрген адам түзеліп бастаған кезде намазбен түзелуі, соның бәрі сол ойға алып барады да. Бірақ негізінде ол халықтың, адамның ойы ғой енді. Алла не деп айтты? Алла бізге намазды қалай түсіндірді? Намаз не үшін оқылатындығын қалай келтірді аяттарда? Құран кәрімге қарасақ, Алла тағала мынандай аяттар келтірді. Бақара сүресінің 45-ші аятында: «Истаину бис-сабри вас-сала, иннаха лакабиратун илля алал хошиин». Екінші бір аятта: «Я айюхаллазина аману истаину бис-сабри вас-сала». Яғни, ей иман келтіргендер, намазбен және сабырлықпен Құдайдан жәрдем сұраңдар деген аяттар ғой негізінде. Жаңа бірінші аяттың да мағынасы солай. Намазбен және сабырлықпен Құдайдан жәрдем сұраңдар. Осы аяттардан түсінетініміз намаз жәрдем сұрау үшін. Себебі намазға үңілсек, Аллаху акбармен басталады. Екі жаққа ассаламу алейкум рахматулла, ассаламу алейкум рахматулла, екі жаққа сәлем беріп аяқталады ғой. Сол аралықта негізінде истиғфар сөздері жоқ. Истиғфар дегеніміз? Алладан кешірім сұрау. Яғни
тәубе етпейсіз. тәубе жоқ намаздың ішінде, Алла мені кешірші деген үзінділер жоқ. Тек енді әрине екі сәжденің арасында роббих фирли деген сөзді қоссақ болады, сәждеде астағфирулла қоссақ болады, бірақ ол сүннет секілді бекітілмеген да, бекітілген сүннет емес та ол. Сондықтан намаздың ішінде негізінде истиғфар сөздері, Алладан кешірім сұрау сөздері жоқ, тәубе сөздері жоқ. Бірақ намаздан кейін бірден астағфирулла бар, я Алла мені кешір, я Алла мені кешір, я Алла мені кешір бар. Я намаз оқыған адамның күнәсі кешіріледі, оған қатысты хадистер бар. Тәубе үшін намаз оқыған дұрыс, бірақ негізі Алла тағала намазды оқыңдар деп айтты, одан жәрдем сұрау үшін. Өйткені сол аяттардың тәпсірлерін қарасақ, аун деп келеді, жәрдем сұрау, көмек үшін дейді намаз. Және сол тәпсірлерде хадис келтіріледі. Пайғамбар саллаллаху алейхи, сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір қиындыққа душар болған кезде намазды көп оқитын еді дейді. Сөйтіп Бәдірдің түнінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көп намаз оққан, Хандақтың ор шайқасы кезінде пайғамбар түнде көп намаз оққан деген сияқты Алладан жәрдем сұрау үшін. Пайғамбар намаз оқиды, күнәсін тәубе ету үшін емес қой енді. Ал пайғамбарда күнә жоқ қой. Сондықтан негізі намаз Құдайдан жәрдем сұрау мүмкіндігі. Жәрдем сұрауға үшін бізге бұйырылған да негізінде. Сондықтан намаздың ішінде және Фатиха өңлейікші, қай жерде біз көмек сұрап отырмыз, қай жерден біз Құдайдан жәрдем сұрап отырмыз. Фатиха сүресінің 3-ші аяты. Ияка нәъбуду, ияка настаин. Саған ғана құлшылық етеміз, я Алла, сенен жәрдем сұраймыз, сенен ғана жәрдем сұраймыз. Аят қалай келді? Истаину, жәрдем сұраңдар, бізде настаин, біз сенен жәрдем сұраймыз. Я Алла, сен жәрдем сұра дедің, біз сенен ғана жәрдем сұраймыз, я Алла. Қандай жәрдем? Ихдинас сиратал мустақим, біздерді тура жолға сала көрші. Тура жол деген не? Ғалымдарымыз айтады, жаңағы тәпсірлерде келеді, Ибн Касирдің, Табаридің тәпсірлерінде келеді. Тура жол дегеніміз Алла разы болатын жол дейді. Яғни басқа да тәпсірлерде ғалымдарымыз айтады, адамның өмірі шешімдерден тұрады. Қарасақ, адамның өмірі шешімдерден тұрады. Күнделікті шешім қабылдаймыз. Таңертең тұрамыз, таң намазын оқимын ба, оқымаймын ба? Шешім. Тісімді жуамын ба, жумаймын ба? Шешім. Жұмысқа барайын ба, бармайын ба? Шешім. Жұмыста қандай мен жұмыскер болайын? Жөні түзу, сауатты жұмыскер болайын ба, әлде бір жексұрын болайын ба? Адамдарға кедергі жасайын ба? Бір конфликт болып қалды. Кейін өзінде де таңдау. Таңдау ғой. Конфликт болып қалды. Боқтайын ба, төбелесіп кетейін ба, әлде сабырлыққа келіп конфликтті дұрыс шешейін ба деген емес. Таңдау ғой негізінде. Сол таңдау не дұрыс болады, Алла разы болатындай. Дұрыс болады, не қате болады, Алла разы болмайтындай. Кім өмірінде Алла разы болатын шешімдер қабылдайды, сол тура жолда. Кім тырысады енді, Алла разы болатын шешімдерді қабылдауға тырысып жатыр, соны қабылдап, шешімінде Алла разы болатын істі істеуге тырысып жатыр, істеп жатыр, сол тура жолда. Кім Алланың разылығын ойламай, тек өзінің нәпсін қалау бойынша азғырып тұрған шайтанның идеясына жүгініп, жаңағындай дұрыс емес нәрсені, дұрыс емес адамдарды үлгі тұтып шешімдер қабылдайтын болса, ол қате жолда, ол адасушылықта. Біз намазда Фатихада не сұрап тұрмыз? Я Алла, мені тура жолға сала көрші. Тура жолға сала көрші. Яғни дұрыс шешім қабылдайтындардың қатарынан етші деген секілді негіз дұға ғой, тілек қой, Құдайдан сұрау. Келесі аятта Алла тағала айтады: сиротал лазина ан'амта алейхим. Бізге үйретіп жатыр ғой енді Алла, нығметке бөленгендердің жолына мені сала көрші. Нығметке бөленгендер деген кім деген кезде Ниса сүресінде аяттар келеді. Ан'амаллаху алан набийин, жоқ, минен набийин ва сиддиқин ва шухада ва солихин деп келеді. Алла тағала нығметке бөледі пайғамбарларды, шыншылдарды, шахидтерді, салихалы адамдарды дейді. Бұл адамдардың өміріне қарасақ, нығметке бөленді. Олар қандай тараппен? Алла разы болатын шешімге бекем болған кісілер ғой. Пайғамбарлар әрдайым Алла разы болатын шешім қабылдайды. Шыншылдар шындық үшін, әділеттілік үшін күрес жолда, ақиқат үшін күрес жолда, әділетсіздікке қарсы күрес жолда барынша Алла разы болатын шешімді қабылдап, сода бекем болған. Оның сол жолда бекем болуына Құдайдың жәрдемі бар да. Құдайдың жәрдемі бар. Құдайдың жәрдемі болмаса, ол жол өте қиын. Олар түрмеге түсіп қалады, оларды ұрып соғады, оларды арттан жала жабады, оларды тіпті өлтіріп те қояды адамдар. Шахидтер Алла жолында отан қорғау мәселесінде, ақиқат үшін күрес мәселесінде, дұрыстық, әділеттілік үшін күрес мәселесінде жанын берген кісілер. Жан беру оңай емес, бірақ олар сол шешімді қабылдады. Неге? Құдайдың жәрдемі болғандықтан. Салихал адамдар өзінде бар ресурстарды,
дүние, энергия, күш қуат, потенциал, ақыл ой барлығын алла разы болатын жолға жұмсаған адамдар салих адамдар. Ол үйінде жатса болады тыныш қана құдай берген нығметті қолданып, бірақ ол жолды таңдаған жоқ та. Ол алла разы болатын, алла разылығы үшін мен қоғамды түзеймін, жақсылыққа шақырам, жамандықтан тыям, жетім жесірлерге көмектесем, қоғамды реттеуге, дұрыстауға көмектесем деп сол жолда еңбек еткен адамдар. Осы адамдарға алланың жәрдемі келген, алланың нығметі келген. Қандай нығмет? Олар дұрыс шешім қабылдады. Өмірде дұрыс шешім қабылдады ол кісілер. Олар дұрыс жол таңдады. Осы кісілердің жолын біз сұрап жатырмыз. Осылар секілді біз де өмірде дұрыс шешім қабылдап, сен разы болатын шешім қабылдасақ екен, алла мені тура жолда бекем етші деген дұға фатихада. Осылайша біз намазбен алладан жәрдем сұрап жатырмыз. Сол фатиханың соңында ғойрил мағдуби алейхим уалад-далин, қарғысқа ұшырағандар мен адасқандардың жолына түсіре көрмеші алла деп құдайдан тағы да жәрдем сұрап жатырмыз. Өйткені адамның адасып кетуі оңай, тура жолдан тайып кетуі оңай. Алла разы болмайтын істі шешім қабылдап кетуі де оңай. Өйткені сенің құтырған нәпсің, азғырушы шайтан және өзің секілді құтырған нәпсісі бар азғырушы шайтандар бар адамдармен өмір сүруде ол сәл әділетсіздік болады, қатыгездік болады. Сол қоғамда жүрген кезде құдайдың жәрдемі болмаса өте қиын. Сонда біз қарғысқа ұшырағандардың жолына алыс етші деген. Қарғысқа кімдер ұшырайды? Ақиқаттың не екенін біліп тұрып, құдайды танып тұрып, жалғанның қате шешімнің не екенін түсініп тұрып, сонда да құдаймен ерегісіп, қате шешім қабылдап, алланың дінімен соғысқан, алланың өзімен соғысқан адамдар ғой негізінде. Солардың қатарынан бізді адай етші аллаға, алыс етші олардан бізді. Олар болып қалмайық, сөйтіп көмектесші бізге деп біз намазда сұраймыз. Және де уалад-далин, адасқандардың қатарына бізді сала көрме. Адасқандар кімдер? Нәпсісіне еріп қате шешім қабылдай беретін кісілер ғой. Не білім алмайды, білсе біліміне сай амал етпейді, жаңағы өмірін күнәмен толтырып жатқан кісілер, жаңағы зинақорлық, нашақорлық, арақ құмарлық, жаңағы құмарлық, жаңағы ставка салу, сол адам қате жолда ғой, ол түсінікті ғой. Ол адам ата-анасын ренжіткен, әйел бала шағасының хақысына кірген, досының хақысын бермеген, сондай бір жексұрын адам, ол түсінікті ғой, тура жолда емес екендігі. Солардың қатарынан болып қалмайықшы алла, бізді сақташы ондай жолдан, бізге дұрыс шешімдерді қабылдайтындардың жолын берші деп құдайдан көмек сұрап алу мүмкіндігі ғой негізінде. Намазға біз мүмкіндік ретінде қарау керекпіз да. Намаз алла тарапынан, әлемдердің раббысы, иесі, бүкіл құдіреттің иесі, бүкіл шешімді қабылдайтын алла бізге айтып тұр, менен жәрдем сұрап алыңдар деп тұр. Мысалға түсейік, адам деңгейіне түсейік. Мысалға бір миллиардер, бір бай кісі саған айтып, міне Айдархан, міне менің телефон нөмірім, таңғы 4-те маған звондап жағдайыңды айтып тұр, барынша көмектесемін деді. Таңғы 4-те тұрасың ғой, түнгі 3-те болсын, 3-те десе 3-те тұрасың да, сіз звонда деп едіңіз ғой, бәрі жақсы ма, мазалық болған жоқ па, бәрі дұрыс па, осындай бір бұйымтайым бар еді деп жаңағындай жағдайыңды айтып бастайсың. Адам саған менен көмек сұрай бер деп көмек сұрап тұр ма деп біз сөйтіп ұсыныс жасаса, біз тыраштанып кетеміз. Әлемдердің раббасы айтады, 5 мәрте менен жәрдем сұрауға мүмкіндік беремін дейді. Үлкен мүмкіндік қой негізінде. Алла намазды адам өзі үшін оқитын. Әрине, намазға сондай құндылық беру керек қой. Ол аллаға керегі жоқ, адамзаттың намазы ақиқатында. Алла кемел ғой. Алла ешнәрсеге мұқтаж емес. Бірақ адамға намаз керек. Алла негізі, алла тағала негізі бізге намаз оқу мүмкіндігі бермесе де болатын еді ғой. Былай қарасақ. Яғни намаз оқуды парыз етпей, намаз оқуға мүмкіндік жауып тастаса, дұға тілемейсіңдер. Өздерінде бар ақыл, бар энергия мен берген, пайғамбар арқылы берген білім, сол болды. Осы өмір сүріңдер, қияметте кездесеміз десе де құдайға жарасар еді негізінде. Бірақ алла күніне 5 мәрте менен жәрдем сұрап тұрыңдар деп мүмкіндік беріп, тіпті талап етіп жатыр. Өздеріңізге жақсы болады ол деген. Әрине, енді ол деген құдайдан жәрдем сұрау деген, алланың жәрдемі сенімен бірге болу деген, енді болды ғой, бұл әлемді сен ұтасың ғой. Бұл әлемді сен орысша айтқанда беспроигрышный вариантта тұрсың ғой сол жерде. Бұл өмірде де ұтасың, қияметте де ұтасың. Мысалы, бір адамдарда болады ғой, өзімде де болады кейбір кезде, бір андай неуверенность болып кетеді ғой, бір андай шешім қабылдай алмай кетемін. Мынаны былай қалай істесем болады, не болып кетті өзім, мынаны былай істесем дұрыс емес сияқты, мынаны былай істесем күмәндана беремін қайта сондай бір состояние болады адамдар. И сол кезде намазды бағанағындай именно сіз айтқан аяттарға акцент қойып оқыса да, мысалға мұстақим деп, мені Аллахым тура жолға сала көр дегенім, мен конкретно қазіргі болыватқан мен өмірімде болыватқан ситуацияларға
шешімдерге көмектесе көр, жәрдеміңді бере көр деген сияқты. Маған шешімін көрсете көр, мен білмеймін, тым білмеймін деген сияқты ше. Мен білмей тұрмын. Иә, білмей тұрмын, маған көмектес деген сияқты. Былай ойласақ та болады мысалы, я Алла, сен жәрдем сұра деп айттың намазбен. Мен намазбен сенен жәрдем сұрап тұрмын. Тұрмын алдыңда, намазбен тұрмын. Сәжде, рүку барлығы сен үшін. Мен намазым, ғибадатым сен үшін, Алла. Сен жәрдем сұра дедің. Мен сұрап тұр, мен жәрдем етші деп. Алланың талабына, бұйрығына бойсынып тұрмын, көмектесші деген негізі әдемі состояние ғой, намаздың ішінде хал әдемі ғой. Енді Алла өзі жәрдем сұраңдар деп, одан кейін жәрдем сұрасақ, Алланы көмектеспей қою қалай болады ол? Әрине ол дұрыс емес қой енді, ол дегенде сәйкес келмейді Алланың даналығына. Алланың жәрдемі қазір осы намаз оқып жүрген адамдар көбінесе енді олар не істейді, олар боқтамайды, бағандай мешітке барады көбінесе, әке шешесіне көбінесе қиянат жасамайды. Бұл негізі адам өзінен емес қой, ол по-любому Алланың жәрдемі келіп тұр ғой негізі. Әрине. Ол қалай ол мысалы боқтай салу негізі рахат қой, мысалы бүйтіп ойында жалп етіп айта беру. Сен ойыңды түсіндім, сен андай негізінде жаман нәрсені істеу оңай. Жақсы болу қиын. Жақсы болу бір сабырлық керек, жымиып жақсы сөз айта білу, жаңағы ата-анаңа, әйел бала шағаңа жақсы қарым-қатынас жасау, энергияны табады. Өз-өзін ұстап қалу ғайбаттың алдында. Біреу жамандағың келіп тұр, ұстап қалу, күнә істеген қалып тұр, өзін ұстап қалу. Барлығына энергия, орысша айтқанда сила воли, қайрат жігер, ұстамдылық керек. Ол Алладан беріледі. Алладан кімге беріледі? Сұрағандарға беріледі. Негізінде сұрасаң, береді ондай нәрсені. Сондықтан біз, я Алла, мені тура жолда етші деп 5 уақыт сұрап жатырмыз ба Құдайдан? Бір намаздан келесі намазға дейін шешіміміздің дұрыс болуына, жаңағында күнәнің алдында оңай тоқтап, сауапты іске оңай кірісуге Құдай тарапынан үлкен жәрдем алып аламыз. Негізінде намаз бен намаздың арасында. Ал енді Айдархан ойлашы, намаздан бас тартып тұрған адамның халі қалай? Алла айтып тұр, менен намаз арқылы жәрдем сұраңдар дейді. Сабырлықпен намаз, және сабырлық та бар, сабырлық бөлек тема енді, ол үлкен тақырып. Сабырлықпен және намазбенен жәрдем сұраңдар дейді. Ал адам сабырлықты да ұстанбаса, бірден Құдайға ренжіп, Құдайды балағаттап, немесе олай болмаса да Алланың адал еткен себептерін қолданбай, өзінің ойына келген істеп кеткен адам, басына түскен қиындықты, сынақты шешу мәселесінде, және намазбен көмек сұраудан бас тартқан адамның халі қандай? Енді ол негізінде былай қараса ақымақтық қой негізінде. Алла әлемдердің Раббысы айтып тұрса, мен намазбен жәрдем сұрап ал деп. Ол маған керегі жоқ деп тұр да. Жоқ, мен что-то білмеймін, мен қалай болды екен намаз оқымайтын адам халі ғой. Енді қалай болды екен, мен қалай ол жәрдем сұрау деген. Ол бір жағынан көп адам түсінбейді бұның намазы не жәрдем үшін екен. Көп адамның миында жаңағындай парыз, сосын жаңағы күнәһарлар оқиды, жаңағы күнәға белшесіне батқан кезде, пенсияға жеткен кезде оқимын деп жүр ғой негізі. Оларға мынау ақпарат жетпей жатыр. Мұны аят жетпей жатыр. Истаину бис-сабри уас-сала, менен жәрдем сұраңдар намазбен және сабырлықпен деген аят жетпей жатыр көбіне. Менің осы подкастқа келу себебім де осы аятты жеткізсем екен. Намазды сендер оқыңдар, Алланың бұйрығына бойсынып. Қандай бұйрық? Менен намазбен жәрдем сұраңдар деген бұйрығына бойсынып оқы. Ол парыз, міндет. Саған ешқандай Құдай тарапынан көмек керек болмаса да, негіз керек, күнде керек. Әр сәтінде Құдайдың көмегі керек саған. Сен сөйтіп ойланып қалдың, керек емес деп. Сен сонда да намаз оқу керексің, өйткені парыз болғаннан кейін. Бірақ негізі былай қарасақ, күнделікті бізге Құдайдың жәрдемі керек қой. Күнделікті біз шешім қабылдаймыз. Сол шешімдеріміз дұрыс болу үшін, өмірімізге берекет әкелетін, жақсы, Алла разы болатын шешім болу үшін, сол шешім біздің қияметімізге жеміс болып табылатын, қияметімізді гүлдендіретіндей жаңағындай шешім болу үшін Алланың жәрдемі керек. Салихалы адам, дұрыс адам, керемет красавчик болып туғаннан кейін ол сөйтіп тұрып алған жоқ, сөйтіп өмір сүріп жатқан жоқ. Әулиелер керемет бір красавчик болып жаңағындай өздігінен сөйтіп жаратылғаннан олар тура жолда жүрген жоқ. Оларға Құдайдың жәрдемі келіп, жәрдемі болып, көмегі болғандықтан олар күнәдан оңай бас тартып, сауапты істеп бекем болып жүр негізінде. Ал сол нәрсені Құдайдан сұрап алуға болады. Ықыласпен күнделікті 5 уақыт намаз оқысақ. Сол мәселе. Ойыма мындай келіп тұр да, сөз мысалы кейбір адамдар бар, намаз оқып жүреді и тастап кететін да, тастап кеткен кісілер бар мысалға. Или бір адамдар намаз оқып жүреді да, бірақ қандай сабырлықтан уже сабырлы өзін ұстай алмай қалады, бағандай боқтай салып уже бастайды, бағандай әділетсіздік, тәкаппарлық деген андай дұрыс емес нәрселер, Алла разы болмайтын әрекеттер жасап бастайды да. И сол үшін көп адамдарда намаз тастап кете ма деп ойлаймын да өзі. Өйткені бірінші намазы оқып жүрген намазы ықылассыз болып кетті да.
ықылассыз уже бағана дұрыс жәрдем сұрамай жатыр алладан екенін түсінбей өйтіп намазды уже жайлап әлсіреп бастағаннан кейін уже бағанағы күнә жақтар көбейіп ақырында намаз толықтай кетеді и бағана күнәмен уже кетіп қалады ары қарай деген сияқты. Енді миымда бірнеше адамдар бар да, салып отырмын да солар примерно. Ол жаңағы намаздың не үшін оқылатындығын ұмытып қалған ғой. Адам ұмытшақ қой негізінде. Ол намаз оған мүмкіндік екендігін ұмытып қалған адам. Намазды ықыласы жоқ, не оқып тұрғанын түсінбейді, құдайдан не сұрап жатқанын білмейді, өзіне не керек екенін ұмытып қалды. Адамға құдайдың көмегі күнде керек, соны ұмытпау керек. Маған Алланың жәрдемі керек, мен әлсіз жаратылғанмын, менде білім жоқ, Аллада білім бар, менде күш қуат жоқ, Аллада күш қуаттың барлығы деген сезіммен. Ол сезімде адам жүру үшін жаңа таңғы кешкі зікірлер ғой әрдайым. Сол бізге Алланы еске алып, біздің кім екенімізді, құдайдың кім екенін еске түсіріп тұрады да, Аллаға деген мұқтаждығымыздың бар екендігін түсініп тұрады. Негізі өзін құдайдан мұқтажсыз санау бұл өте үлкен күнә. Алла тағала Алақ сүресінде кімді сипаттайды ғой? Абу Жахилді сипаттайды ғой сол кезде. Алла ол өзін Алладан мұқтажсыз санады деген аят. Истағна деген аят сөзбен келеді. Истағна ол өзін құдайдан мұқтажсыз санады дейді. Ол как будто оған құдай керек емес деп ойлап қалды ол дейді да. Көп адам сол халға өтіп кетеді кейде. Андай проблемаларды өзі шешкен секілді, өзі бір жетістікке жеткен сияқты болып қалады. Менің білімім себепті, менің әрекетім себепті, жаңа мен осылай істегендіктен осылай болып мен нәтижеге жетіп жатырмын деген нәрсеге алданып қалады. Өз-өзін мақтап, өз-өзін ісіне сөзіне масаттанып, амалына масаттанып, құдайды ұмытып қалады. Құдайдың жәрдемімен екенін ұмытып қалады адам. Сөйтіп ұмытқаннан кейін ол намазға да уже қажетсінбей қалады, как будто намаз керек жоқ. Как будто осыған дейін бәрін өзі қатырып жүрді. Адам жаңағы халге өту керек та. Мен құдайға мұқтажбын. Маған Алла керек. Алланың жәрдемі керек. Тіпті сенде бәрі жақсы болса да. Бәрі ойдағыдай бәрі күшті. Сол күшті хал солай қалу үшін. Осы күшті халында өзі сен құртып алмас үшін. Сен өткен бір қате шешім қабылдасаң болды, ары последствиясы кетеді ғой, құлдырайды ғой. Сол қате шешімді қабылдап қоймас үшін Алланың жәрдемі керек деп өмір сүру керек қой адам негізінде. Енді былайша қысқаша айтқанда түйіндегенде, егер де адамда бір таңдау шешім қабылдау, андай өзіне сенімділігі түсіп кетіп қиналып жүрсе, намазға жәрдем ретінде қараса, өзгеру мүмкіндігі болады деп отырсыз. Әрине, әрдайым жәрдем ретінде қарау керек қой. Әрдайым намаз біз үшін Құдайдан берілген көмек сұрап алу мүмкіндігі. Әрдайым солай ғой. Әр намазға ол қазір мен Алланы еске алып, Алладан жәрдем сұрап аламын деген мәселе. Және де енді қараш, осы мен сөздеріме дәлелі болатын бір аят. Анкабут сүресінде келеді, Алла тағала айтады: "Инна солата танха анил фахшай вал мункар" дейді. Расында намаз адамды арсыздық пен жаман істерден тыяды дейді. Арсыздық пен ұнамсыз істерден намаз тыяды дейді. Намаз қалай тыяды? Өйткені сен намазда ықылас тұрып, жаңағыдай, я Алла, маған дұрыс шешім қабылдауды нәсіп ет, дұрыс шешім қабылдайтындардың тура жолын нәсіп ет маған сен өзің разы болатын жолды нәсіп ет деп Құдайдан жәрдем сұрап тұрсын. Енді сен намаздан кейін уже алдында күнә келіп қалған кезде саған сол күнәдан, жаман істен, жаман әрекеттен тыйылу оңай болады Құдайдың жәрдемімен. Құдайдың жәрдемі келгендіктен. Неге саған жәрдем келіп тұр? Сөйткен намазда ықыласты түрде сол жәрдемді сұрап алдың да. Сонда намаз адамды арсыз және жаман, ұнамсыз істерден тыяды. Осы аятқа айтқан кезде амалмен дәлелді. Көрдіңіз, біздің осыған дейін айтқан сөзіміздің аятпен бір дәлелді. Сондықтан намазда ықыласты болу, Құдайдан ықыласпен жәрдем сұрау адамды күнәдан да тыяды және дұрыс шешімдер қабылдауына көмектеседі. Жаңағы пайғамбарлар, шыншылдар, шәкиттер, салих секілді адамдар. Ең маңызды стрессті ситуацияда сен дұрыс шешім қабылдап кетуіңе сен ықыласпен оқыған намазың ғана көмектеседі негізі. Яғни Алладан жәрдем сұрап алуың арқылы, Алладың жәрдемі келу арқылы көмектеседі. Сол қарап отырмын, мысалы, мен өзім енді көбісі біледі, кәсіппен айналысамын. Сол кәсіпте қазір мысалы жасап жүрген бірнеше жыл болды сол кәсіпті. Сол кәсіп жүріп кетуіне негізі себеп болған бір-екі шешімдер ғана. Басындағы бүйтіп ойланып қарайтын болсам, сол кәсіптің сондай кәсіп болуына әсер еткен бір-екі шешім ғана. Бүйтіп анализ жасайтын болсам. Сонда былайша айтқанда адамның өмірі түбегейлі өзгеруіне бір-екі шешім ғана әсер етеді екен деген не келді, ой келді да. Осы нәрсені мен сіздің алдында мешітте сұраған кезде өзімде сол бір мәселені уайымдап жүрген едім қатты. Енді мысал ретінде айтып жіберейін дегенім ғой. Көрермендерге қалай көмектескені маған. Содан кейін бұны түсіру керек деп осы шешімді қабылдаған болыппыз, осы подкаст түсірейік деп ше. Сол кезде сіз отырып қарақта айтып бердіңіз ғой маған, осылай шешім қабылдай алмасаң, осылай болып жатса, дұрыс шешім қабылдау үшін намазда осы жәрдем тілеу керек, Алладан жәрдем тілеу, просто так робот сияқты оқымау керек деген сияқты. Сол кезде мен отырып намазды кәдімгідей оқыдым сол кезде. Тахаджудқа тұрып,
шынымен ана неге акцент қойдым ғой, дұрыс шешім қабылда насіп етші. Мен қазір менде мындай ситуация болды. Біз енді инвесторлармен жұмыс жасаймыз. Біз крупный инвесторымыз, уже 1 жыл өтті жұмысы, біз оны уже несін шығарып беру керекпіз. Оның долясы, ол ойлағандай сумма шықпай тұр негізінде. Енді біз таза пайдадан бөлсеміз, тек қана. Қатты уайымдадым. Ол кісі үлкен кісі, кішкене ұялдым ше, оған не деп айтарымды білмедім. Енді ол бір определенный сумма күтті, ол сумма шықпай тұр енді. Ол кісі кішкене серьезный адам да. Енді қатты уайымдадым, сөйтіп Алладан жәрдем тіледім. Осы дұға да особо бүйтіп қатты тілемедім, именно сол намазға қойдым акцент. Бағандай бір историяларда естиміз ғой, мысалы сахабалардың бір шешім қабылдайтын, мен 2 ракат намаз оқып келейін дейтіндер бар ғой. Соны сол кезде түсініп бастадым да, елеп намаз оқып, сосын уже келесі күні бағана инвестормен барып жолығып, қатты уайымдадым и тәуекел еттім. Болды, мен сұрадым, енді Аллах тағала маған жәрдем бере гөр деген сияқты үміт етіп бардым да. И барған кезде ана ситуация менен ойлағандан да жақсы шешіліп кетті. Ол кісі разы болды, мен де разы болдым. Енді детальдарды айтпай ақ қойын, бірақ сол моментке келген кейін қатты уайымдап келдім да, и сөйтіп барлығы жақсы шешіліп кеткен болатын. И содан кейін уже содан бастап мен уже намазға деген андай нем өзгеріп бастады. Уже көзқарасымда, оқыған кезде де оқу керек еді деген сияқты емес, андай бір қазір оқимын деген сияқты. Алладан жәрдем сұрау. Жәрдем сұрау керек, короче. Шүкіршілік ету керек деген сияқты бір. Сондай бір мағынада. Және сен байқадың ба, байқамадың ба, сенің ішкі халің бар ғой. Мына кісіні ренжітіп алмайын, ұят болмасын, біз бұны уәделескен едік қой, біз уәдені бұзғандай болып қалмайық деген мәселе ғой ана кісінің. Ол ішкі сезімнің сенде болуы да Құдайдан ғой негізінде. Ол да жәрдем ғой. Сен андай бір бетін кессе қан шықпайды дейді ғой, андай болады ғой. Қойшы, не болады дейсің деп, андай адамның көңіліне қарамайтын дейді, жарайды қойшы, уәде бердік, болмай қалды. Сөйтіп бір андай безалаберный отношение дейді ғой бір. Сондай адам болсаң, сенің ішінде жаңағы сезімнің жоқтығы ғой негізі. Ал бар ма, ол Құдайдан ғой негізінде. Ол да жәрдем. Сен сөйтіп уайыммен жүруің өзі Құдайдың жәрдемі. Сол мәселе ғой. Сондықтан Алланың жәрдемі келеді ықыласпен сұрағандарға, ақиқатында. Бірақ негізінде былай қарасақ, адам сәл ойланып қараса, негізінде мынау жай намаз айтып отырмыз ғой, бұл намаз оқитындардың ары қарай намаз жақсы оқып кетуіне, ықыласпен оқып кетуіне әсер етеді деп ойлаймын бұл сөздеріміз. Және оқуға бел буып жүргендердің тез бастап кетуіне әсер етеді деп ойлаймын. Бірақ бір кісілер болады, намазға деген қарым-қатынасы тым қатты суық. Оның ондай болуы негізі көбіне Құдайға ренжіп қалудан. Құдайдың шешімдеріне қатысты ренжуі, жаңағындай Құдаймен келіспейтіндігі негізінде. Енді қатты ақыл сұрайды ғой өздеріне, сосын Құдайдың шешімін қате деп ойлайды да көбісі. Сөйтіп Алланың дінін, оның таңдаған пайғамбарына қатысты претензиясы бар адамдар да олар. Ондай кісілерге айтарымыз, біріншіден Алланың кім екендігін тану ғой мәселесі. Ақида ма? Әлемдердің иесі, бүкіл даналықтың, күллі білімнің иесі кемел Алла тағала қателесе алмайды. Қателесу білмейді. Құдай қате шешім қабылдай алмайды. Алла зұлымдықпен шешім қабылдамайды. Алла әділетсіздікпен шешім қабылдамайды. Алланың шешімі тек даналыққа толы да. Осы нәрсені адам түсіну керек. Осы позицияны миға енгізіп алу керек та. Алла всегда прав деген. Әрине. Субханалла ғой, негізі субханалла. Алла кемшілік аталудан ада. Алла қателесуден ада деген позиция. Өйткені мынау субханалла деген сөз, зікірлердің ең басында тұрады әрдайым. Намазымыз Аллаху акбар дейміз де, субханак Аллахумма ва бихамдик бастаймыз, рүкүғте субхан раббил азим, сәжде субхан раббил азим. Зікір тартқан кезде бірінші рет осы рет субханалла деп бастаймыз, осы рет. Яғни субханаллахи ва бихамдик, субханаллахил азим. Ана жәннаттың жаңағы жәннатта саған құрма ағашы егілуіне себеп болатын сөздер дейді ғой, жаңағы субханаллахи ва бихамдик, субханаллахил азим. Көп зікірлер субханалламен басталады. Алла кемшілік аталудан ада. Алла қателесуден ада. Осы позицияға енген адам болды, Құдайдың қай бір шешіміне болса да разы болады. Өмірде қалай применять етеміз мысалы? Жаңағы біріншіден мысалға пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам арабтардан таңдаулына қарсы адамдар бар. Араб болғандығына, Алла бір адамды, пайғамбарды, өзінің соңғы пайғамбарын араб елінен таңдап, арабтардан болуын таңдауы Құдайдың қателігі ме? Қателік емес. Алла қателеспейді. Алла таңдаса, Алла дұрыс шешті. Алла бізге ислам деген дінді беруі, ислам деген шариғатты беруі Алланың қателігі ме, әлде даналығына сай жасалынған Алланың дұрыс шешімі? Әрине дұрыс шешімі. Алланың 600 бетті Құран сүруі бізге насихатқа толы, мысалдарға толы, осы кітаптың жіберілуі, соны оқы деп, соның ішіндегі үкім амал етіңдер деп Құдайдың бұйыруы, Құдайдың қателігі ме, әлде дұрыс шешімі? Жаңағы субханалла, дұрыс шешімі. Алла саған 5 уақыт намаз оқы деді. Қателік па Құдайдың тапсырмасы? Тапсырмасы қателік емес. 5 уақыт намаз оқу керек. Алла дұрыс айтты. Ораза ұста деді, 30 күн болды, Алла дұрыс айтты. Зекет берді, болды, дұрыс. Қажылыққа бар деді. Сол сапардың қиындығын көріп қайт бар деді. Сапар қасиетті сапар, асақпайды деді.
болды, Алла дұрыс шеш. Яғни әрдайым Алланың шешімін дұрыс деп білу бұл адамның жаратылыстың негізгі ішкі позициясы болу керек қой. Оның иесі, құдайы алла тағала қателесе алмайды. Яғни оның әрбір айтқан бұйрығы, сөзі, бізге бағытталған сөзі дұрыс деген позицияға өтсе болды. Ол 5 уақыт намаз оқу оңай болады, Алланың айтқан істеу оңай болады, күнәдан тыйылу оңай болады. Ондай позицияға өтпеді ме, жаңағы арақты арам етті Алла десең, неге арам етеді? Арақ деген бидайдан болады ғой деген. иә, бидайдан жасалады ғой, там виноградтан, вино деген виноградтан, жүзімнен жасалады ғой деген ақылды бола бастайды. Құдайдың ең білімді, ең дана, сен ондай емес екеніңді, сен одан төменсің деген нәрсені түсінбеген адам Құдаймен өзін тең санап, ақылсынып, Алланың шариғатына, Алланың әрбір таңдауына, Алланың әрбір шешіміне қарсы шығып, өзінше бір пікірін айта бастайды. Міне адамның қате жері осы жерде, қате жері. Сондықтан әрбір адам субханаллаға өту керек. Алла кемшілік атауларын менің Құдайым қателеспейді деген позицияға өту керек. Өтті ме болды, ол тағдырынан алмайды, өзінен болатын оқиғалардан алмайды, Құдайға шағымданбайды. Керісінше Алланың айтып тұрған әрбір парызы, үкімі, бұйрығы, тыйымы дұрыс екен деп, әрбірін дұрыс деп, сосын Алланың айтқанын істеу де оңай болады да. Және де өмірге енгізу мәселесінде Алла сенің тағдырыңа қатысты қателескен жоқ деген позиция ғой. Алла сенің тағдырыңа қателескен жоқ. Сенмен болып жатқан қиындықтар Алла тарапынан жасалған бір әділетсіздік емес, Алла тарапынан жасалған зұлымдық емес деп адам білу керек. Анық, яқин білу керек. Ал керісінше Алла тағала Құранда айтады, сендермен болып жатқан қиындықтар, пәлекеттер сендердің өз қолдарыңмен істеп алғандарың дейді. Негізінде бізбен болып жатқан қиындықтардың көбісі өзіміздің қате шешімдерімізден. Жаңағы Құдайдан жәрдем сұрамай, тым өзімізді ақылды санап, Алланың Құран кітабындегі даналықтарға мойынсұнбай, пайғамбардың хадисіндегі үгіт насихатқа мойынсұнбай, өзіміз шешім қабылдай салған қате шешімдеріміздің кесірінен біз ауырамыз, кедейлікке душар боламыз, біз жаңағы қиындықтарға, стресске, басқа да бір опат жағдайларға душар боламыз көбіне. Жаңағындай өзіміз қате шешім қабылдағаннан. Көбіне. Неге көбіне деп тұрмын? Өйткені пайғамбарларға қатысты бұл басқаша. Пайғамбарлар қате шешім қабылдамайды ғой. Пайғамбарлармен болатын сынақтар Алла тарапынан берілген сынақ. Дәрежесін көтеру бақсан, сосын сол сынақтан сен қалай, пайғамбар бізге үлгі ғой. Оның басына сынақ түскен кезде ол қандай халде жүру керек, соны көрсетеді бізге. Ибрахим алейхиссалам 86 жасқа дейін бала сүйген жоқ. Мысалы, қандай халде болды? Оның тарапынан шүкірсіздік танытылды ма? Шүкірсіздік танытылған жоқ. Ол разы болды. Баласыз болса да ол разы болды. Ол өз Құдайына ренжіген жоқ. Аюб алейхиссалам 18 жыл ауырды. Осы 18 жыл ауырған кезде Құдайға шағым айтты ма? Я Алла, не істедің сен? Неге мен ауырттың деп айтты ма? Айтқан жоқ. Яғни біздің халіміз қандай болу керек сондай сынақтар душар болған, ауырған кезде, баласыз болған кезде, кедейлікке душар болған кезде, бізге тас лақтырған кезде, бізді жаман балағат сөздермен жаңағы Инстаграмда жаңағы комментарийде хейт жасап жатқан кезде, сен боқтап, сен жаман қылып, сен жүксірін қылып жатқан кезде сенің халің қандай болу керек? Құдайға ренжисің бе, ренжімейсің бе? Әлде я Алла, сенің тарапынан жасалып жатқанның барлығы дұрыс деп жаңағы Алладан әрдайым разымын, радиту биллахи роббан деген халге өтеміз бе деген мәселе. Яғни пайғамбарлармен болатын шаруа ол бізге үлгі ретінде көрсетіледі. Яғни біз қандай болу керекпіз сол сынақтар кезінде. Пайғамбардың жаман болғандығы үшін емес, қате шешім қабылдағаннан емес негізінде. Ал адамдарға қатысты көбіне бізбен болып жатқан қиындықтар, проблемалар жаңағы өзіміздің қате шешім қабылдауымыздан. Ал неге қате шешім қабылдадыңыз? Құдайдың жәрдемі болмай тұрды сол жерде. Неге ол жерде Құдайдың жәрдемі болған жоқ? Өйткені біз оны сұраған жоқпыз ықыласпен. Негізінде Құдайдан жәрдем сұраған жоқпыз. Қалай сұраған жоқпыз? Намазбен сұраған жоқпыз. Мәселе. Әрине Алладан дұға жасап, я Алла деп әрдайым жәрдем сұрап жүрміз ғой. Тамақтан алдын, тамақтан кейін дұға жасап, ол Құдайдан жәрдем сұрауға бар ғой оның ішінде, бірақ Алланың талап етіп тұрғаны истаину бис-сабри уас-сала ғой. Жәрдем сұраңдар менен намазбен және сабырлықпен ғой. Алланың осындай үлгіде сұраңдар деген талабын орындау керекпіз ғой біз негізінде. Сол талап орындалса, Алладан жәрдем келеді. Сөйтіп адам дұрыс шешім қабылдайды, бұл өмірде де бір жетістікке, берекетке, жақсылыққа жетеді, қияметте де ұтады. Адам өзінің келген қиындықтар өзінің қолынан жасалған дедіңіз ба? Қалай дедіңіз? Сендермен болып жатқан қиындықтар, пәлекеттер сендер өз қолдарымен істеп алғандар. Сіз айттыңыз ғой бағана, егер адам бағанағындай Аллах тағаланың айтқанын істемеді, жәрдем тілемеді, сол себептен де болып жатыр деп, шынымен де ойланамын, мысалы көп кредитке батып кеткен адамдар, қиналып жүрген енді ойлайсың ғой. Сабырлық қылмады ғой кісілер көп. Айтады бағанағындай, болмайды ғой кредит алуға мысалы. Жазып тұр ғой, риба болмайды, риба алдым ба, маған соғыс ашқанымен тең деп. Риба бергендерге қатысты. Бергендерге қатысты. Алғандарға қатысты. Оны білмеймін. Аятта жоқ, ол болмайды ғой, алуға болмайды. Просто анау Құран аятында келеді ғой, егер сендер тоқтатпасаңдар дейді,
пайызға ақша беруге жұрттарға тоқтатпасаңдар, онда аллаға және оның елшісіне соғыс ашқан боласыңдар, или алла және оның елшісі сендерге соғыс ашады деп аят келеді Бақара сүресінде. Яғни бұл пайыз кредит беретіндерге қатысты. Алатындарға, оларға да болмайды ғой негізі. Болмайды. Мен соны айтып отырмын да. Жалпы болмайды. Бірақ адамдар неседі, тыңдамады, одан кейін ала салды деген сияқты. Одан кейін ол бағанағыдай төлей алмады, ол проценттер сложный процентпен көбейіп долговой ямаға кіріп кетеді, көп адамдар қиналып қалады деген сияқты. Ол бір мысал. Қазір сен бұны айттың, қазір сен хейтерлер сен басыңа ол жағдай келген жоқ, амалсыздан біз бардық қой банкке, кредитке деп өздерін ақтауға тырысады барынша. Айтқым келгеніміз, мысалы біз 33-ке келіп отырмыз ғой осы жылы. Бізде де неше түрлі қиын жағдайлар болды. Жаңағы квартира жалдап тұрдық, басқа да ауырдық, ақша керек болды деген сияқты. Бірақ сабырлық қылдық, намазбен жәрдем сұрадық. Сосын жаңағы әрекетті адал жолмен қалай ақша тапсақ болады. Ең болмағанда хотя бы қарызға ақша сұрайсың ғой, бір адамнан қарызға ақша сұрайсың. Қарызға сұрау емес қой, айып емес қой. Ең болмағанда қалай солай құтылуға тырысасың да, кредитке бармай жүгінбей. Бірақ енді жарайды, бұл мысал қиын мысал негізі қоғам үшін. Ал қате шешімдердің көп последствиясы денсаулық мәселесіне. Көп адам, 98% адам айтады, не үшін ауырдың десең, өзім ғой. Форточканы ашық қалдырып жата салып едім, дұрыс тамақ ішпеп едім, спортпен айналыспап едім, бүйткен едім, көп адамның, тым көп жұмыс істеп қойып едім. Көп адамның денсаулықпен проблемасы болады ғой. Пәлекет қой, қиындық қой, сен ауырып жатсың. Кейбіреулер созылмалы аурумен ауырады. Жаңағы рак болсын, басқа болсын, одан төменге жай қарапайым басыңның ауруы болсын, барлығының себеп салдарын адамнан сұрасаң негізі өзінің кінәм бар деп айтады ғой. Мойындайды ғой адамдар ше. Мен дұрыс салауатты өмір салтын сүрмедім. Энергетик көп іштім, біреулер темекі көп тарттым, біреулер арақ көп іштім, біреулер ашық жеңіл жүре беріппіз ғой, қалың киіну керек еді, аяқты жылыстау керек еді деген сияқты. Сол себепті мойындайды. Яғни қате шешім ғой. Қате шешім қабылдады. Қате шешім последствиясымен қиындық туындап отыр да. Мәселе сода да. Ал аманатқа, денсаулық аманатқа, аманат ретінде қарап, Алладан әрдайым жәрдем сұрап, денсаулығына сақ болып жүрген адамдар көбіне ауырмайды ғой. Мәселе сол да. Енді ұстаз, енді біз негізі басында сұрақ күнәһарлар ғана оқи ма деген сияқты сұрақ болды ғой. Енді мен түсінгенім, енді жауабым, біз намазды жәрдем тілеу үшін және шүкіршілік ету үшін оқимыз деген не келді. Ол біз енді бағанағы күнәһарлар деген ол үлкен кісілер болып тұр ғой. Енді кішкентай балаға да, орта жастағы адамға да әрдайым жәрдемге мұқтаж ғой. Әрине, айтуға ұмытып кеттік. Жаңа көбіне жас бала, яғни мектеп баласы, колледж баласы намаз бастаса, бірден соң айтатын жаңағы, ол не білдіріп қойып намаз оқитындай дейді ғой. Ол ештеңе білдірген жоқ шығар, бірақ Алладан қазірден бастап жәрдем сұрай берсін да ол. Қазірден бастап 5 уақыт Құдайдан жәрдем сұрап, Алланың жәрдемімен, демеуімен өмір сүретін, Алламен байланысы түзу адам болып өссін да ол. Намаз сол үшін керек қой. Оның күнәһар болғандығы үшін емес. Ол қазірден бастап Құдайдан жәрдем сұрап, білім жолында, бұл білім алып жатқан, ол өсіп жатқан, дамып жатқан адам емес па? Сол намаз арқылы өссін, білсін. Жалпы негізі кішкентай кезде намаз оқып жатқан адамдардың бір үлкен бір жетістікке жетпей қалуын көрмедік қой біз негізі. Мысалы, енді Хабиб, Нұрмағамбетов, Ислам Махачевтар чемпиондар ғой, бірақ кішкентай кезде намаз оқыған ғой. Әкелер айтады, кішкентай кезде намаз оқыған, Құран сабақтарына барған, бірақ олардың чемпион болуына олар намаздар кедергі болған жоқ. Сол күні 5 уақыт намаз оқып, қаншама жетістікке жеткен адамдар бар. Миллиардерлер, политический, саяси қайраткерлер, спорт жаңағындай шеберлері, ғылыммен де жаңағындай айналысып үлкен нәтиже көрсеткен адамдар бар. Бірақ олардың намаздары олардың дамуына өсуіне кедергі жасаған жоқ. Олар намазды күнәһар болған үшін оқыған жоқ. Бірақ жалпы негізі бүкіл адам күнәһар ғой. Негізі бәрі адам күнәһар, бәрімізге намаз керек, тәубе керек та. Бірақ Алла тағала Құранда тәубе етіңдер намаз арқылы деген жоқ та. Намаз арқылы тәубе етіңдер деген жоқ. Ол аяттар тубу илаллахи таубатан насуха вастағфару, Алладан кешірім сұраңдар деген сияқты аяттармен келеді. Бірақ посредством намаза деген, намаз арқылы менен кешірім сұраңдар деген жоқ та. Намаздың негізгі мазмұны Алладан жәрдем сұрау. Сосын жаңағы бір аятта келеді, Муса алейхиссалам айтылады ғой аятта, намаз оқы, мен еске алу үшін дейді. Ал Алланы еске алу деген, қайтадан Алланы еске алу деген не? Құдайдың демеуімен өмір сүру ғой. Алланы әрдайым нығметтердің Алладан келгенін біліп, Алланың таңдауы, шешімі саған қатысты солай болғандығын түсініп, Алланың жазып берген тағдырына разы болып, Алладан жәрдем сұрап өмір сүру, қайтадан Алланы еске алу деген сол ғой. Сондықтан кішкентай балалардың қазірден бастап намаз оқып, пайғамбар үйреткендей, Алла айтқандай Алламен байланысы түзу болып, Құдайдан жәрдем сұрап үйренетін, әрдайым жәрдем сұрап жүретін адам болу керек та. Сол ол адам, ол балалар жетістікке жетеді, бұл өмірде де ақыретте де. Түсіндім, ұстаз.
негізі тақырып ашылды деп ойлаймын. Жалпы тағы да өзіңіз түйіндей кететін бір ойларыңыз бар ма иә, осыған байланысты? өте маңызды бар. Жаңағы енді біз Алладан жәрдем үшін намаз оқимыз, иә. Иә. Ал жәрдем берілді. Мгм. Енді оның шүкіршілігі қалай көрсетілу керек деген кезде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам бізге үлгі көрсетіп кетті. Қайтты намаз оқу арқылы. Намазбен жәрдем сұралады. Сол жәрдем Құдайдан келсе, сен намазбен оның қайтадан шүкіршілігін көрсетесің. Өйткені пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға түні бойы намаз оқиды екен, иә, аяғы іскенше. Сөйтіп Айша анамыз айтады ғой, я Расулалла, аяғыңыз іскенше өзіңізді қинадыңыз ғой, неге сөйттіңіз, сіз жәннаттық емессіз ба, сіз күнә жоқ қой, Алланың мейіріне бөленгенсіз ғой деп ше. Сонда пайғамбардың айтқан жауабы, осылайша енді мен Алланың таңдаулы құлы, иә, ол кісі жәннатпен сүйіншіленген, ол кісі уайымы жоқ қой негізі ақыретке қатысты негізінде. Бірақ осындай нығметті бұйырып тұрған Құдайға мен өзім шүкіршілігімді көрсетпеймін ба деп түнгі намаз арқылы Аллаға рахмет айтып тұр ғой, рахметін білдіріп тұр ғой, шүкіршілігін көрсетіп тұр ғой пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам. Яғни сіз намаз арқылы жәрдем сұрап аласыз, иә, және осы намаз арқылы шүкіршілік білдіресіз ғой, алла, сен мені қолдап жүрсің, менің тілеуімді, сұрауымды беріп жатсың, сен маған демеушісің, сенің шешіміңе мен разымын, сен көптеген қиындықтардан мені алып шықтың, көптеген жақсылық маған бұйырдың деп жаңағындай жәрдем сұрау және шүкіршілік. Құдайдан керек нәрсені сұрап жәрдем сұрап аласың, сосын сол намазда шүкіршілігіңді білдіресің ғой. Сондықтан намаз ол Аллаға рахмет айтудың бір көрінісі. Намаз ол Құдайдан жәрдем сұраудың. Өйткені Алла өзі айтты ғой, сөйтіп намаз сұраңдар, сөйтіп жәрдем сұраңдар, намаз арқылы жәрдем сұраңдар деді. Болды, біз намаз арқылы Құдайдан жәрдем сұраймыз. Өмірдің күллі ситуациясына қатысты, ол дін жолындағы, дүниелік жолдағы кез келген ситуацияда Құдайдан жәрдем керек. Ал Алланың жәрдемі болмаса, әлсіз пенде, нәпсіз құтырып тұрған, азғырушы шайтан бар қасында, қатыгез, әділетсіз өмір бар. Осы жерде өз жалғыз қалып жеңіліп қалады. Алланың жәрдемі болмаса, ол жеңіліп қалады. Ал Құдайдың жәрдемі келсе, жаңағының бәрі оңай болып қалады, бәрі жеңіледі. Алланың жәрдемі келген адам жеңеді. Әрдайым сол үшін намазды ықыласпен, былайша айтқанда, бірақ сөз андай болады, кейбір кезде оқып жүресің, ықылас по-любому бір кетіп қалатын кездер болады ғой, иә. Оған енді не ғой, жаңағы намаздың ішіндегі не айтып тұрған түсінігі бар, сосын салихал орта, сенімен бірге намаз оқитын орта, ол көп, Құран оқу, Алланы еске алу, садақа беру, адам намазына ықылас келтіретін, жаңағы мүмкін сен тым қатты шаршап қойған шығарсың, ол бір сигнал шығар, сен дүниеге көп көңіл бөліп кеткен шығарсың, намазды тұра алмай жатсың, уже белің ауырып, аяғың ауырып, мазаң кетіп, намазыңе бір дайындығың дұрыс емес. Неге дұрыс емес? Өйткені сен дүниеге қатты көңіл бөліп кеттің деген сигнал шығар. Бірақ ең бастысы намазда ықыласты арттыратын бір жақсы факторлардың бірі намаздың ішіндегі дұғалардың не екендігін біліп тұру. Мысал ретінде біреуін айтып бересіз ба? Біреуін айтайын ба? Бірнешеуін айтыңыз, уақыт жағынан бүйтіп қарап, бір 5 минут уақытымыз бар екен. Бірінші Аллаху акбар деп бастадық, иә? Ол аятқа жауап негізінде. Алла тағала айтады ғой, құм фәәңдир ва раббика фәкәббир. Тұр және ескерт, Раббыңды ұлықта дейді. Тұрып тұрда Раббыңды ұлықта деген аят қой. Осының негізінде біз Аллаху акбар деген сөз намаздың бірінші сөзі болып бекітілді негізінде. Одан кейін субханакаллахумма бихамдик сана дұғасы. Ол почтен бөлік-бөлікпен әртүрлі аяттың өзінен мысалға Рахман сүресінің соңғы аятында Табаракасму раббика зул жалали вал икрам. Сана дұғасы ғой. Субханакаллахумма бихамдик ва табаракасмук. Субханакаллахумма бихамдик иза жаа насруллахи вал фатх сүресінде келеді. Фасаббих бихамди раббика вастағфир. Аллахыңды мақтау арқылы ұлықта деген сияқты. Сол аяттарға жауап. Одан кейін аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ол да аятқа жауап негізінде. Егер Құран оқып, ва иза қуриял Құр'ану фастаиз биллах ва иза қаратул Құр'ана фастаиз биллахи минаш шайтанир раджим. Егер Құран оқитын болсаң, қуылған шайтанның азғыруынан пана сұра деп Алла бұйырды. Біз оны Фатиханың алдында айтып отырмыз намаздың ішінде. Фатиха сүресінің өзі жаңағындай дұға. Негізінде намазға бір тағы бір ләззат әкелетін бір жаңағы 3 аят, ол Фатиханың 3 аяты ғой. Альхамдулиллахи раббил аламин. Әлемдердің Раббысы болған, иесі болған Аллаға күллі мақтау мадақ лайық. Ар-Рахман ар-Рахим. Ол аса қамқор, ерекше мейірімді. Малики яумиддин, қиямет күнінің иесі. Осы 3 аятты адам түсінсе не туралы екендігін, ол рахаттанады негізінде. Мысалға айтайын, бірінші аят арқылы Алла тағала өзінің жақсы екендігін көрсетіп тұр. Мақтауға кім лайықты? Жақсы лайықты. Жаман мақтауға лайықты емес. Бірақ күллі мақтауға кім лайықты болып тұр? Алла лайықты болып тұр. Сенің Құдайың жақсы,
зұлымдықпен сипатталмайды, әділетсіздікпен сипатталмайды, жамандықпен сипатталмайды. Ол ең жақсы қасиеттермен сипатталады, сондықтан ол мақтау лайықты. Екінші аят, алланың көптеген сипаттары бар, бірақ алла тағала жаңағы ар-рахман, аса қамқор, ерекше мейірімді деген сипатты екеуін қойды сол жерге. Сенің құдайың өте мейірімді, кешірімді, сен үшін қамқор, жанашыр деген аят. Одан кейін мәлик яумиддин, есеп күнінің иесі. Негізі хисап, есеп қисап, сен есепке тартатын күннің иесі кім? Судьясы кім? Алла. Сонда сенің құдайың ар-рахман ар-рахим, мақтаулы, жақсы құдай, сен есепке тартады екен дейді. Осы аяттардың тәпсірінде ғалымдарымыз айтады, егер де маған дейді, қияметте сенің есебіңді кім алсын? Анаң алсын ба, әлде Алла алсын ба десе, Алла тағала сенің есебіңді алсын ба? Мен бірден айтып, Алла тағала менің есебімді алсын деп айтады. Өйткені ана ол қателесуі мүмкін, адам ғой. Ананың барлығы мейірімді емес, өйткені бар ғой, баласын тастап кетіп жатқан, өлтіріп тастап жатқан, мусорный бакқа тастап кетіп жатқан аналар, анасымақ кісілер, оларда мүмкін мейірімділік жоқ қой, былай қарасаң. Анада қателік, адам ғой енді, қателік жасауы мүмкін. Ал Алла зұлымдық жасамайды, әділетсіздік жасамайды, қателеспейді. Мен есебімді Алла алса екен. Адамдар деңгейіне мысалға түсірсек, мысалға сен машинамен кетіп бара жаттың да, білмеймін, бір итті қағып кеттің ба, бір светофорды қағып кеттің ба, бір бұзық бір нәрсе жасап қойдың, байқамай қалдың. Байқамай қалдың, адам қағып кеттің тіпті мысалға да. Сөйтіп сот болады 2 аптадан кейін. Сенің судьяң соттың естідің, пәленше түгенше ұлы. Сосын адвокат айтып отыр саған, Айдархан ол өте қатыгез кісі, қатты жаңағы соттың басшысы ма? Сот жүргізетін адам. Сот жүргізетін судья. Ол қатты кісі, андай жазасы өте ауыр әрдайым. Оны мен сен ақтап бере алмаймын, ол жақта басқа адвокат іздей берсейші. Ол шыны керек жаңағындай. Кей кезде шектен шығады. Сұрақ қойып тастайды. Деген сияқты мысалы, сөйтіп айтып тастады саған. Сен қорқасың, менің сотымды қатыгездеу адам жүргізеді екен. Қорқасың ғой? Қорқасың. Сосын бірнеше күннен кейін келіп басқа хабар келіп жатыр. Жоқ, сен сотыңды пәленше түгенше басқа кісі береді екен. Басқа сот болады екен. Ол кісі более адекватный, мейірімді, әділетті, оның үкімдері әрдайым қатыгез емес, жақсы кісі, уайымдама деп десе, дұрыс болды екен дейсің да. Қазір дүниедегі соттың өзінің, судьяның өзінің халіне қарап сен қорқу мәселесі шығады. Ал қияметте сенің тағдырыңды, соңғы тағдырыңды не жәннат не тозақ екендігін шешетін кім деген кезде Алла айтып тұрды, ар-рахман ар-рахим, және күллі мақтауға лайықты жақсы құдай сендерді есепке тартады дейді. Сондықтан осы мәселені естіген кезде адам қуану керек қой негізі. Алла, өзің болғаның мейіріммен соттайды деп па? Кешіре салатын, көбіне жаңағы көз жұма салады. Тәубе етсең тәубеңді қабыл ететін, кешірім сұрасаң кешірімді қабыл ететін Алла сені есепке тартады деген кезде сәл жүрек қуану керек қой негізі. Осы намаздың бастапқы аяттары ғой қарасаң, осы мағынасын түсінудің өзі, кіріспесінің өзі ары қарай намазда бір рахаттанып, бір уайымсыз, жақсы оқу, жәрдем сұрап алып, сосын Алланы сен кемшілік атаулыдан адасын я Алла, сен маған қатысты қателескен жоқсың я Алла, менің тағдырыммен мен разымын, сен мен тағдырыммен ешбір жерде қателескен жоқпын. Мүмкін өзім бір қате шешім қабылдап қойған шығармын, бірақ сен маған қатысты әділетсіздік жасаған жоқсың, сен маған қатысты зұлымдық жасаған жоқсың, сен кемшілік атаулыдан адасың. Субхан раббил азим, субхан раббил а'ла, сами Аллаху лиман хамида. Әр дұғаның өзінің мағынасын біліп, ат-тахият салауат бөлек әдіңмен сол жібереміз бе? Ат-тахият деген масқара ғой, сұмдық қой мағынасы, білесіз бе? Енді сіз алдында мешітке келген кезде дұғаларың дұрыс па деп мен келіп бұл кісі сұраған еді. Сол кезде айтып жатқан кезде көп жерін ұмытып қалып, дұрыс емес, кириллицамен жаттап едік қой. Бірақ Құранға түссек те, оны арабша дұрыстап алу деген тәжвидпен дұрыстап болмапты да. Сөйтіп дұрыстап беріп жатқан кезде сіз мағынасын түсіндіріп беріп едіңіз. ат-тахияттың, салауаттың, и сол кезде айтайын ба, уақыт бар ма? Негізі, қысқаша айтсаңыз болады. Мысалы бағанағы не бойынша да Фатиха сүресі айтсыз ғой сіз, Аллахты ар-рахман ар-рахим, мысалы Аллахтың басқа да есімдері бар ғой, мысалы такаппар деген сияқты, мысалы әділ деген сияқты, бір ашушы деген сияқты, мысалы сондай бір қатты есімдер де бар ғой, мысалы дұрыс па? Қауабет, саттар, соттайтын дейді, қаһар деген сияқты, сондай бір есімдерін қойған жоқ қой деймін да, мысалы Фатихаға ше. Жоқ, сендерді есепке алатын ар-рахман ар-рахим Алла, ол жүрекке бір қуаныш сыйлайтын, деп айтатындай бір не ғой негізінде, бір сезім әкелетін аяттар ғой. Әрине адам үрейден ада болмау керек, адам уайымдау керек. Кстати, ана бір мәселені айтсыз ғой, егер де бір адам, мысалы біз көреміз ғой, көшеде бір адамдар көреміз, бауырларымыздың арасында бар, бір кісілер бар, бір жүздері нұрланып жүреді, бір кез келген адамға бір оңай күліп қарайтын, бір көрініп тұрады, бір адам қызғанышсыз, шынайы болып жүрген адамдарға қарап қызығасың дейді да. Ол адам мүмкін Алладан
ықыласты түрде жәрдем сұрап жатқан адам шығар деген сияқты иә, ол жалпы жымиып жүру бар ғой. иә Ол шүкіршіліктің көрінісі ғой негізі көбіне. иә Тағдырына разы адам жымиып жүреді да. Тағдырына разы адам деп жаңа мәз болып жүреді. Ол Аллаға претензиясы жоқ, ода бәрі жақсы. Қиындықтар болса да, Аллаға шүкір осындай қиындық бұдан қатты болған жоқ деп жаңағыдай өзін білдіріп алғаным ғой. Алла бір түзеп береді иншалла деп жаңа сабырлықпен өз тағдырына разы болып жүргендер жымиып жүреді. Сондықтан пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам әрдайым жымиып жүрген. Бірақ оның былай тағдырына қарасаң жымиып жүретін уақыты аз ғой негізінде. Жаңағыдай соғыс болып жатыр, оған өлтіргісі келеді, оған қатысты қиянат көп, артынан қаншама әңгіме жүріп жатыр деген сияқты. Балалары қанша қайтыс болды. Өзі жаңағы 6 баласын 5-еуі өз жаназасын шығарды деген сияқты, өзі жерледі дегенде соны бола тұра ол кісі тағдырына разы болған кісі ғой енді пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам. Сондай мәселе ғой. Адамның ішкі халі Алланың жәрдемі ғой ол да. Ат-тахият туралы айта өтсеңіз, дұғалар туралы. Ал енді сыйсақ көресіз, қиясыңдар қимайсыңдар көресіз. Ат-тахиятты енді көп ұстаздарымыз айтты. Ат-тахият дегеніміз бұл миғраж оқиғасындағы Алла мен пайғамбардың арасындағы диалог. Жибрил алейхиссалам Алла тағаланы Сидратул Мунтаха дейді, әлемнің шегіне алып барады да, өзін ғана жібереді, ары қарай ешкімнің аяғы баспаған, мен де бара алмаймын, сен бар я Мұхаммад деп саллаллаху алейхи вассалам пайғамбардың өзін жібереді. Жибрил алейхиссалам ары қарай өте алмай қалады. Сөйтіп пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам барған кезде енді Алланың оны бақылап тұрғанын біліп тұр ғой, сезіп тұр ғой, Алланың бақылап тұрғанын көріп тұр. Бірақ Алла тарапынан ешқандай сөз бағытталған үн жоқ та Алла тарапынан. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі бастайды. Ат-тахияту лиллахи уас-салавату уат-тайибат дейді. Мағынасы әртүрлі, бір мағына айтайын, Ибрал Алтынсарин атамыз кітабында келеді, басқа тәпсір кітаптарда келеді негізі ол. Тілімізбен жасалған ғибадаттар, денемізбен жасалған ғибадаттар, дүниемізбен жасалған ғибадаттардың барлығын Алла үшін, я Алла сен үшін істедік деп жаңағындай. Ат-тахият деген сәлемдесудің ең көркемдері. Сәлемдесудің ең көркемі, амандасудың ең көркемі өзіңе бағытталады я Алла деп сөйтіп бастайды екен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сөйтіп Алла тағала айтады: ассаламу алейка, ка деген саған деген сөз ғой. Екінші жаққа қаратылады. Саған я Мұхаммад Алланың амандығы болсын, ассалам болсын, амандық болсын. Ва рахматуллахи ва баракатух, Алланың рахымы мен берекеті болсын деп Алла ол үшін пайғамбар үшін дұға тілейді. Пайғамбарға былай айтқанда беріп қояды амандықты, мейірімді, берекетті бердім саған дейді. Сонда пайғамбардың айтқан сөзі: ассаламу алейна, я Алла бізге болса екен, маған ғана емес, менің үмметіме, баршамызға болса екен сенің амандығың, мейірімің, берекетің. Сосын ва ибадиллахи солихин, одан кейін ва ибадиллахи солихин, салихал құлдарыңа, сенің өзіне кейінгіні меңзеді ме екен, әйтеуір баршамызға болса екен деп Алланың тілеп тұрған дұғасын, амандығын, мейірімін, берекетін барша көпшілік үшін сұрап алады. Тек маған емес, барлығына дегендей ме? Көпшілік сұрап алады. Сосын періштелер осыны көреді да дейді да, біз куәлік етеміз, Алладан басқа құдай жоқ дейді. Және куәлік етеміз, Мұхаммед негізі шынымен де Алланың елшісі және құл екен деп жаңағы пайғамбардың істеген ісіне тамсанып айтады екен деген тәпсір бар. Сондай түсіндірме бар, сол ғалымдарымыз тарап кітаптардан осы мәселені жеткізеді. Бұл да негізі диалогты оқып тұрған кезде намазда тұрып пайғамбар біз үшін Алланың амандығын, мейірімін, берекетін сұрап алды. Құдаймен жеке қалған кезде сұрап алды. Оны көп Ерсін ұстазымыз мысал келтіреді, сол кезде Ерсін Әмір ұстазымыз. Мысалға бір адам президенттің несіне кірсе дейді, жаңағы президентке кірсе, кабинетіне, президентіне шақырылса, президент айтып отыр, саған болды, налогтан босатыласың, осындай жақсылықтар болады, мынандай жақсылықтар болады деп оған жеке саған деп айтып отыр. Көп адам сол кезде жоқ, маған ғана емес, бүкілімізге деп сұрай аламыз, көпшілік сұрай аламыз, қазақстандықтарға деген, әлде абдырап қалғаннан тек өзім болды рахмет деп жаңағы кетіп қала ма деген мәселе ғой. Ал пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам көп тойлаған кісі да, қарасаңшы, көп тойлап тұрды, өзің ғана емес та. Осы қасиетін көріп періштелер айтып тұр екен да, куәлік етеміз, бұл Мұхаммед Алланың құлы және елшісі. Алла тәрбиелеген. Шынымен Алла тәрбиелеген. Сол періштелерден сөз болып тұр ғой соңында. Сол ат-тахиятты оқу барысында пайғамбарға деген разышылық болу керек, бізде ризалық болу керек та. Бізге де Алланың амандығын, берекетін, мейірімін сұрап алды Алланың елшісі, Алла разы болсын ол кісіден деп ше. Сосын одан кейін салауат басталады. Пайғамбар үшін біз дұға жасаймыз енді. Аллахумма солли аля Мұхаммад ва аля али Мұхаммад. Аллахым Мұхаммедке және оның елшісіне мейіріміңді төгегөр. Кама соллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим. Бұл негізі Худ сүресіне отсылка. Бұл аяттарда Худ сүресінде анандай аят келеді, оқиға келеді. Ибрахим пайғамбардың үйіне алейхиссалам адам кейпіндегі періштелер кіріп,
ассаламу алейка я әхләл бәйт, ей үйдің иелері, алланың амандығы болсын сендерге, уа рахматуллахи уа баракатух, және алланың мейірі мен берекеті болсын сендерге, иннаху хамидун мәжид, расында алла мақтаулы және даңқты, мәжид деген жаңағы ұлық даңқты деп жаңағы аяттар келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи сұрайды ғой, я расулалла, сіз айттыңыз бізге ат-тахият деген салауат айттыңыз деп айттыңыз, сол салауатты біз қалай айтамыз, формасын түсіндіріп жіберсеңізші, мәтін деген кезде. Қайсы салауатты айтайық деген. Қалай салауат айтайық деген кезде пайғамбар бірінші айтуға ұялады екен. Хадистерде келеді, бірінші тартынады дейді шамалы. Қалай айтарым ойланып барып айтады дейді. Сөйтіп жаңағы Ибн Касирдің жаңағы тәпсірлеріне келеді, мүмкін ол кісі жаңағы Ибрахим алейхиссаламға періштелер жасаған дұғаны сендер де мен үшін тілеңдірші намазда. Ибрахимге және оның отбасына тіленген Алланың мейірімі маған да және менің отбасыма және менің артымнан ерген үмметке болса екен. Иннака хамидун мәжид, және аятта иннаху хамидун мәжид болып келсе, салауатта иннака хамидун мәжид, я рахым, сен хамидсің, мәжидсің, және аса даңқты, мақтауға лайықтысың. Аллахума барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, жаңағындай Ибрахимге және оның отбасына тіленген береке маған да бұйырсыншы, я Алла. Мұхаммедке және оның елшісіне де бұйыршы, я Алла деп біз тараптан дұға ғой енді пайғамбарға. Не үшін дұға жасап жатырмыз, салауат не үшін айтамыз? Өйткені жаңағы ат-тахияттағы біз есімізде де білеміз де пайғамбар біз үшін Алланың алдында не сұрап алғандығын. Сосын бізден қарамта біз де пайғамбар үшін дұға жасап жатырмыз да. Сосын ар жағынан дұғалардың әртүрлі, роббана атина фид дуния хасана, немесе роббигфирли вали валидайя деген сияқты дұғаларды қоса беруге болады, әртүрлі Құран аятында келген. Жалпы осындай. Ат-тахият, салауат. Былайша тұрғанда сіздің ат-тахиятта отырсыз, картина, сразу примерно картина емес, бір қандай елестейді, диалог. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам миражға көтерілді, мына жерден Алламен тілдесіп жатыр. Біз үшін дұға сұрап біз үшін бірінші амандасады. Амандасқан кезде ат-тахияту лиллахи уас-салауату ат-таййибат, тілмен жасалған, денемен жасалған, және де дүние мүлікпен жасалған ғибадаттың барлығы Аллаға деген сияқты. Уже шынайы айтылу керек та ана жерде. Мағына түсініп отырып қой. Түсініп тұрсың ғой, ат-тахияту лиллахи уас-салауату ат-таййибат. Енді келесі ассаламу алейка қалай еді? Ассаламу алейка айюхан наби ва рахматуллахи. Аллах тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ответ беріп жатыр да, диалог екінші тараптан. Бірақ бұл жақта біз де айта берсек болады. Бұл біздің аузымызда сөз жоқ шығар. Кәнде пайғамбарға бағыт ассаламу алейка я айюхан наби. Ей пайғамбар, Алланың саған амандығы болсын. Осы жерде дұға мақсатында. Бір жағынан Алланың айтқан сөзі, бір жағынан өз тарапынан да сен де сол Алла тарапынан тілеп алып жатсың деген сияқты бағытта беруге болады да. Екіншісі, үшіншісі пайғамбар саллаллаху алейхи сразу тұрып ассаламу алейна қалай еді? Ва аля ибадиллахи салихин деген сияқты. Маған ғана емес, мен бірге болғандар, салихалы болғандарға да деп уже біз үшін сөйлеп жатқан. Сол кезде мына жерден қарайсың, мына жерден диалог, үшінші диалог қосады. Періштелер қосады, олар айтады, міне пайғамбар. Бірақ ол періштелердің сөзі екенін білесің, бірақ ол сенің қазіргі сөзің ғой негізі. Негізі біздің сөзіміз. Қазір куәлік ете бересің ғой. Мен куәлік етемін, Алладан басқа құдай жоқ, мен және куәлік етемін, Мұхаммед Алланың құлы және елшісі деген сезім тұру керек та адам. Шахада айтып отқаның тұру керек та өзің. Оның жаңағы историясы, тарихы ғой қалай болғандығы, бірақ анау сөздер сенен шығу керек та негізінде. Өйткені сен Алламен мәміле мәселесінде тұрсың, жаңағындай намазда тұрсың, Алланың құзырында тұрсың да. Сенен шығу керек та ол сөздер. Салауат, бүкіл дұғалар, Алланы ұлықтау сөздері. Осы мәселе. Все, түсіндім. Алла разы болсын сізге. Подкаст өте пайдалы болды деп ойлаймын. Мен жеке өзіме намазды ықыласты арттыруға көмектескен. Сізге Алла разы болсын. Как минимум бір адамға уже пайданы тиіп тұр ғой маған. Бұл нәрсені уже біраз уақыт өтіп болды, біз таныс екенімізге. Сол намазды сіз маған үйреттіңіз. Содан кейін дұғаларды дұрыстап бердіңіз. Содан бастап жақсы сөйлесіп бастадық. Сол кезден бастап уже мен намазға деген көзқарасым өзгеріп бастады. Осы жақында сіз жәрдем сұрау мәселесін айтқаннан кейін одан сайын уже көңіл дұрыс бөліп бастадым деп айта аламын. Сол үшін тыңдап көріп отқан көрермендерге де пайдасын тигізді деп ойлаймын. Видеомен бөлісіп қойыңыздар. Өздеріңіздің болған оқиғаларыңыз болса, пікірде бөлісіп кетсеңіздер болады. Сіз Алла разы болсын баршаңызға. Естіген білгенімізге сай амал етуді нәсіп етсін Алла тағала. Амин.